Балақай, бүгінгі тыңдайтын ертегі екі лақ. Ақ лақ пен қара лақ әрі жүгіреді, бері жүгіреді, жан жағына алақ жұлақ қарайды. Мына жағы қалың шілік, ана жағы қалың бау, маңайда ешбір қой ешкі көрінбейді. Сен ақылақсың, түк білмейтін ақымақсың, мені әрлі-берлі сүйреп жүріп, ақыры адастырдың, жаның барында қойды тауып бер, деп қара лақ ақ лақты бүйірден бір түйіп кеп қалады. Қара лақ бір күн бұрын туған еді. Ол ақ лақтың ағасы саналатын. Денесі шымыр, жұп-жұмыр, маңдайында екі мүйізі бар. Өзі барып тұрған сотқар, желбас еді. Ақ лақты бауырым екен деп аямайтын. Қит етсе, ақ лақсың, ақымақсың деп мазақтайтын. Ашуланса болды, мүйізімен бүйірінен түйіп қалатын. Өзі және жалақор болатын. Бағана бә, мына жердің шөбін қара деп қалың шіліктің ішіне бастап келген өзі де болатын. Енді адасқан соң ақ лақты жазғырып тұр. Ақ лақ, ақымақ, жаның барда түс деймін алға, деп зекіреді. Қара лақ тағы да ақ лақ әрі ойланады, бері ойланады, жүрген тұрған жерлерін еске алады. Ұзап кеткен қойды қалай табамыз, кім біледі? Ендігі тау асып жайлауға жетіп те қалған шығар. Ал жайлауға барар жолды табу оңай болмас. Сонда да жол кесіп көрейін. Бірақ саған айтатын сөзім бар. Ешкіммен егеспейсің, айтқанымды істейсің, осыны орындамасаң, адасып өлеміз, дейді. Ақ лақ өлеміз деген сөзді естіген қара лақ үрейі ұшып қорқып кетеді. Қанша тентек болғанмен ақ лақтың тілін алуға уәде береді. Ақ лақ жол бастап алға түседі. Қалың шөпті олай-бұлай жапырып жүріп отырады. Алдынан жыра кездессе, секіріп өтеді. Таз кездессе, қарғып өтеді. Сөйтіп екеуі бір кезде таудың етегіне ілінеді. Маңайда бір қара көрінбейді. Айнала жым-жырт. Ойда жоқта алдарынан бір түлкі шығады. Өзің бір әппақ қардай әдемі лақ екенсің. Ағаң да әдемі, шаршап қалған шығарсыңдар. Біздің үйге соғып, дәм татып кетіңдер. Менің де өздеріңде екі балам бар, бірге ойнайсыңдар, дейді түлкі. Ал өзі ішінен ақ лақ кішкентай екен. Қапсын тауып, осыны жәукемдеймін. Бірақ мұны көрген ағасы қорқып қашып кетеді-ау, деп ойлайды. Не айтатынын күні бұрын ойлап қойған ақ лақ былай деп тіл қатады. Төке, әнекей, ана төбенің басында, қара тастың қасында бізді қасқыр күтіп отыр. Ол қара лақ екеумізді қонаққа шақырып еді. Сізге еріп кеткенімізді көрсе ашуланады ғой. Қасекеңнің қаһары жаман. Мүмкін өзіңіз бірге еріп жүрерсіз. Жарайды, ендеше. Жүре беріңдер, мен арттарыңнан барармын, дейді. Түлкі бір қулық ойлайды. Бір кезде алдарынан тайыншадай көкжал қасқыр кез бола кетеді. Ол аузын араңдай ашып, бірден екі лаққа тап береді. Қасқырды көрген түлкі сайға қарай зытады. Қарным ашып келе жатыр еді. Мұндай жақсы болар ма? Мен қазір сендерді жеймін, дейді қасқыр. Қасеке, әнекей, ана төбенің басында, қара тастың қасында бізді арыстан күтіп отыр. Ол таудағы жортқан аң, ұшқан құс атаулының патшасы арыстан кешеден бері қонаққа келіпті. Ертеңгі асына екі бұзау, түскі асына екі лақ, кешкі асына екі қозы жейді екен. Сіздің мына қылығыңызды көрсе, ол бұлқан-талқан боп ашуланып жүрер. Тіпті өзіңізге де жазым болар, дейді ақ лақ. Әй, қасқыр, мұна арыстанды қара, шақырып тұр, деп бақырып қоя берді қара лақ тыныш тұрмай. Қасқыр қатты сасқалақтайды да, әрі-бері алақтап-жырақтап қаша жөнеледі. Бәлесінен аулақ, бар, жандарыңның барында, кетіңдер түге, деп жөніне жүре береді. Жүгірген бойы екі лақ бір таудың басына шығады. Тауға шығып айналаға қараса, тау бөктерінде бір қора қой қаптап жайылып келеді. Қойдың артында астына аты бар, қасында иті бар қойшы келеді. Қойды көргенде есі шығып, қуанғаннан екі лақ бә деп маңырап қоя береді. Шопан ата жол бастап бұрын келген ақ лақты жерден көтеріп алады.
Мен сендерді ойдан қырдан іздеп таба алмай қойып едім. Өздерінің тауып келгенін қарашы. Жарайсың, ақлағым, жарайсың. Сені ақлақ ақмақ деп мазақтайтындардың өздері ақмақ, деп ақлақты құшақтап бауырына қысады.